қызықты деректері. Google компаниясының кеңсесінде күн тәртібі деген түсінік жоқ. Әркім өз жұмысын кез келген уақытта бастайды және оны қалаған уақытта аяқтайды. Google құрылтайшылары 1999 жылы компанияны $1 миллион сатуға шешім қабылдаған, бірақ екі тарап келісімге келе алмаған. Адамның ДНК-сы мен шимпанзенің ДНК-сы 98,7%-ға ұқсас. YouTube-тегі барлық видеоны көру үшін 1000 жыл қажет. Кофені көп ішкен адамда галлюцинация болады. Оны орташа мөлшерде ішу қатерлі ісікті, бауыр циррозын, буын ауруларын, 2 типті қант диабетін емдеуге көмектеседі және жасушаларды жасартады. Адамдар өмірінде 27 тоннадан астам тамақ тұтынады. Бұл 6 пілдің салмағы. Күмәндансаңыз, күнде қанша тамақ жейтініңізді есептеп шығарыңыз. Содан кейін орташа өмір сүру ұзақтығына көбейтіңіз. Жер бетіндегі ең биік шың Эверест 100 жылда жарты метрге өседі. Гиннестің рекордтар кітабы әлем кітапханаларынан ең көп ұрланатын кітап. Бір күн бұрын қайнатылған шай ішу денсаулыққа қауіпті. Ол тотығу өнімдерімен өзара әрекеттесуіне байланысты. Ағзада аллергия туғызып, ішек жұмысын бұзады. Кәдімгі суды мұздатсаңыз, мұз ақ түсті, ал қайнатылған суды мұздатсаңыз, мұз мөлдір болады. Біз жұлдыздың айналасында сағатына 108.000 км жылдамдықпен айналатын планетадамыз. Бұл жұлдыз сағатына 828.000 км жылдамдықпен галактиканың ортасында айналады. Ал галактика ғалам ішінде сағатына 2.160.000 км жылдамдықпен қозғалады. Құндыздар бір-бірінің қолынан ұстап ұйықтайды. Жер ғаламшарлардың арасында ешбір құдайдың атымен аталмаған жалғыз планета.